Кейін қатыным өзімді жинады. Жалғыз менің қатыным ба деп арпалысып көрдім басында. Шешем болмайды екен ғой, бәрі сондай екен ғой. Жалпы әйел езуіңді жинайды. Отағасы деп ер азаматын сыйлайды. Кейде нервіңе тиіп қинайды. Алыс кетсе сағындырады. Менің айтқым келгені, дүниеде қатын жеңген еркек болмаған Нұрдәулет, сені де Найманның қызы бағындырады. Иә деді ғана ойнан. Білмесең сырана жеңшелерің, әпшелерің бәрі бағындырған. Бұл әжелерің отыр, жоқ қып жүрген аталарың бүгінді жүргендер отыр. Біз еркектер неменесін күлеміз, әйелдің қадырын 40-тан асып 50-ге жеткенде білеміз. 60-та сол әйелмен абыройды жиып жүреміз, 70-ге келгенде сол кемпірімізді лыпылдап сүйіп жүреміз. 70-тен әрі қарай шаруа бітті, солардың гамажын киіп жүреміз, қайға барамыз. Қазір 70-ге жетпей гамаж киіп алғандар бар мына жерде. 10 еркек шығарсын, қазір 9-дан гамаж шығады, Құдай біледі деп айтайын. Не болса да ынтымағы жарасқан жанұя, келін 10 балаға ана болса, Нұрдәулет ел сыйлайтын қария бол. Алғаның адал болсын. Дүниедегі байлық не? Дүниедегі байлық біздің үйіміз, көлігіміз, ақшамыз емес ағайын. Түсінген ойлы балаға дүниедегі ең керемет байлық әке шеше. Әке шешеден артық байлығы жоқ бізге. Ал енді әке шешенің байлығы бала шағасының амандығы. Міне, сенің байлығың, жәннатың, қуанышың, баға жетпес нағыз жәннаттарың Жұмабек пен Айнұрды ортаға шақырғым келіп отыр мен. Жұмеке, өзіге рахмет. Өзіге рахмет, рахмет. Жұмеке, ақша сұрамайым, шыға бер. Айнұр жеңше келіңіз. Жұмеке, ұлды Құдай арамы қылса да, келінді Құдай адал қылсын деген бір астары болса да, ащы болса да мақал бар. Адал келін болсын. Арамыдан Құдай сақтасын. Ал жаным жеңше келін түсіріп, қолы зарып, алғашқы ені атанып жатсыз. Не қысқарды? Нағатын сөйлеме қап көжем. Тіл қысқарды, дұрыс айтады. Қолысын келін жұмсап рахатын көресіз. Тірлік азайды. Азайғанда ештеңе істетпейді. Үйге келген келін ең бірінші кімге жағу керек? Енеден қорлық көргенде тұншығып айтамай тұрмын жерде. Ене тыныш болса ата тыныш дейді. Азаннан бастап мына келін сізге енді лыпылдайды. Мама маған бер, мама мен жуып тастаймын, мама демалып ал, мама шай ішіп ал, мама сериал басталды, мама ұйықтабаңыз, мама. Найманның қызын біразға дейін мамалатасыз Құдай қаласа мінекей. Қол ұзын сол, зато тіл қысқарды. Тіл қысқару бұрын ішің пысса, Жұмабекке тиісетінен. Ашулансаң осы кісіге айқайлап ұстап ойын ұрса беретінен, енді дұрыс уақыты күл бұл кісіге тікке қарай алмайсыз. Өйткені сіз күйеуіңізді қалай сыйласаңыз, бұл да келін сізге қарап үлгі алады. Келінің енесінің топырағына дейді жақсы келін, дұрыс па? Сөйтеді, бұл да күйеуін солай сыйлайды. Бұның күйеуі сіздің балаңыз, балаңа жаның ашса, азаннан бастап Жұмабектің алдынан қайырлы таң деп дұрыс Құдай қаласа. Жұмекіңе шай ішіп жатқан кезде шай ішіңіз отағасыз деп, любой жерде жата беретін Жұмабек үш көрпе үстінде жатады Құдай қаласа. Кейде арасында Жұмабекке қарап тұрып, жаным деп түсінбей қаласыз Жұмеке кімнің қатын деп қайттан қашып қаласыз сиқымның қызына Жұмеке. Бірінші Құдайдан, екінші қатыннан қорқатынен бостандықты болсын Жұмеке. Любой жерде жүресіз Жұмеке. Жүргенде хабарасы Айнұрдың бала сияқты қапсы ғой, я дей береді мына кісіде. Қанша жыл болды 80-ге келгеніңізге жеңше? 24 жыл. Қанша? 24. 20. Қанша? 24. Немене 1-2 жыл стаж жүргізіп жүрсің бе, потеря отырсыз? 24-25 деп. 24. Дұрыс па Жұмеке? Жұмекеңе бәрі дұрыс қатыннан құтылса болды, иә деп тұра берді. Енді айналайын айтқым келген, любой әке шеше баласын айналады. Сенің Асқарда өмірге әкең, үйдің үлкенсің, кейде еркелетіп айнала ма? Айнала ғой. Жөте айналмайды ма? Не дедім? Айнала ма? Мама, папа? Иә. Енді айт, мама, папа, мен үйлендім. Дәу жігіт болдым. Мен енді бұрынғыдай атамай деп айналуды қойды. Әкең, иә, әкеңді құшақта. Асқартау әкең шырағым, сенің тірегің жүрегің. Өзіге рахмет, рахмет. Әкең жөндеп құшақтасы жолап солаң емес қой. Бетінен сүй әкеңді. Сүй бетінен, әкеңді сүй. Әкені сүй, құрмет пе, бетінен сүй әкенің. Әке деген маңдайымызда алтын тәжі. Ол әкесі жоқтар ғана көреді басымызда алтын тәжді. Сондықтан барында бағала, анаңды қанша сүйсеңді жарасады, анаңды сүй енді. Анаң сенің жәннатың, маңдайынан сүй анаңын, көзінен сүй, қолынан сүй, нақол сен талай жерін жүкті қолынан сүй. Сүй. Ана қолдан сүй, қай қол жуған қайдан білесің, сүй. Сүйе бер, бұдан кейін сүйетін адам мына жақта. Мен енді сіздер шақырған себебім Жұмеке, шаңырақшының шаңырақты келіп жатыр, қуаныш болып жатыр. Бірінші қазақ, үлкеннен не аламыз, бата аламыз, Мен ел жаңбырмен жер көгерген деп, ақсақал бата беретін үш қариян ортаға шақырғым келіп отыр. Әбдуәл атамыз бен Оразәл ата, қалдан аталарды аумин деп ортаға батаға шақырсақ. Бата беріңіздер ата, шотал берем.